Бізге үкіметтің тарапынан бәленбай миллиард субсидия бермей қойсыншы, айналайын, рахмет. Ауыл шаруашылығымен айналысатын азаматтар осы екен деп тек қана бір малдың артынан қарай бермей селекциямен де айналысу керек. Біз сол бір-бірімізді алдап, әйтеуір анаған 500-ге сатып, мынаған біріміз сөйтіп жүрген жоқпыз ба? Кімнен аламыз біз үлгі? Дженнифер Лопестан аламыз ба? Астанаға келеді деп дайындалып отыр. Ауылдағы ағайындар мал бағайын десе, жайылымға жер жоқ. Мен 50 мың долларға бір қошқар алғаннан қарағанда, мен 50 мың долларға ұрғашы қойлар алады. Қазақстан бойынша малыңды қойда 24 сағатта сата аласың. Күн демей, түн демей. Керекті адам өз жүрін алады. Делдалсыз ұзын ағашта аяғыма боты киіп мен де жүремін. Сондықтан бізге министрлікке көзі ашық, көкірегі ояу, жаңағы шетелде оқып келген сұмдық адам емес, ауылдың жанын түсінетін, ауылдың жай-күйін түсінетін адамды қою керек. Сол кезде ауылдағы үйлер мола сияқты қаңырап қалмайды. Бізге жаздың күні су берсін, бізге жайылым жер берсін болды. Рахмет, әйтеуір шымкенттік ағайындар пысық, мен ырзамын, бананын өсіріп жатыр.